Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің әрдайым дайындайтын тұшпараның, яғни пельменидің рецептісін жасап көрсетемін. Ол үшін ең алдымен ұнымызды өлшеп, үстіне тұз салып, сұйық майды құйып араластырып аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқа салып, оны да бір араластырып, және қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Ең алдымен лопаткамен араластырып аламыз. Қолымыз күйіп қалмас үшін одан кейін осылай видеода көрсетілгендей қамыр жасаймыз. Барлық ингредиенттерді видеоның астына описанияға жазып қоямын. Артық ұн ештеңе қосып керек емес. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны бетін жауып, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Жарты сағаттан кейін біздің қамырымыз дайын болды. Енді өзімізге ыңғайлы етіп, екіге бөліп, жайып тұшпара дайындайтын боламыз. Біздің қамырымыз жұмыс істеуге өте ыңғайлы, және де бір ерекшелігі полуфабрикат ретінде қолдануға болады. Демек, алдын ала жасап, мұздатқышқа қатырып, кез келген уақытта дайындай беруге болады. Осылай біраз тұшпараны дайындап алдым. Бір бөлігін пергаменттің үстіне бір-бір деп қойып, мұздатқышқа салып қатырып қоямын. Ал қалған бөлігін қазір дайындадым. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біреуі де езілмей өте жақсы болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.